Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 39-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін қарап отырыңыздар, балалар. Ендеше, абай шығармалары ұрпаққа мәңгі мұра. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін анықтаймын. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелерді ажыратамын. 31-ші тапсырма: мәтінді оқы. Абай мен жаңғытты шешен. Бірде жаңғытты шешен құнанбайдың үйіне келеді. Ол кез абайдың жас шағы екен. Абай: ата, сізден бір сұрақ сұрауыма бола ма? Дейді. Шырағым, сұрай ғой, депті жаңғытты шешен. Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не, соны білейін деп едім, депті абай. Шырағым, абайжан, арзан өтірік, қымбат шындық, ал дауасыз деген ол кәрілік емес пе? Жанарыңның оты бар екен, ақыңдығың шығар, маңдайыңның жазық екен, ойлығың шығар, халқының қалауы азаматты бол, депті жаңғытты батасын беріпті. Ел аузынан. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін анықта. Жаңғытты шешең неліктен арзан өтірік қымбат шындық деді, өз ойыңды білдір. Жаңғытты шешенің арзан өтірік қымбат шындық деп айтқан себебі өтіріктің арты бір-ақ тұтам. Сол себепті арзан, ал шындық ащы болса да қымбат екенін айтты. Ал келесі 38-ші тапсырма: пішіндер арқылы нақыл сөзді тауып оқы, шыққан сөйлемді жаз. Бізде мында адам баласының бәрі дос деген сөз шықты, я балалар? Ал балалар, келесі 33-ші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті бірыңғай мүшелерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Абай өте танымал, дана адам. Ол жастарды өнерлі, білімді тәрбиелеуі болуға шақырады. Ал балалар, келесі тапсырма 34-ші тапсырма: бірыңғай мүшелерді ма, на, та, те, да демен жалауларды арқылы байланыстырып, өлеңді мәнерлеп оқы. Қаңқырған қаңғыбақсың, кімге тұлға болмақсың. Күні-түні ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің, ал біздің жиғанымыз дән. Айналамыз толған ән, абырой, даңқ, барлығы осы егістікте. Бидайдың сөзі осымен бітті, қаңбақ жөніне сытты. Дұрысын айтқан бидай қаңбақ, оның сөздерінің салмақта. Асқар Тоқмағамбетовпен: күн мен түні абыройда, даңқта, бидай ма, қаңбақ па? Ал балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, балалар.